Ассалаумағалейкум, ардақтағы ағайын. Күннің қорытынды жаңалықтарымен тәулік тынысы эфирде Олжас Нұржақып. Пандемия жаһандық және елдік деңгейде денсаулық сақтау жүйесі мен экономиканың әлсіз тұстарын көрсетіп берді. Бұл туралы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Айтулы жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей, Өзбекстан, Беларусь, Қырғызстан президенттері мен Арменияның премьер-министрі қатысты. К сожалению, уже более 1,5 лет пандемия не позволяет нам встретиться в очном формате. Вместе с тем отрадно отметить, что это обстоятельство не сказывается на качестве нашей совместной работы. Уверен, вакцинация и иные меры, которые реализуются в наших странах, позволят в ближайшее время нормализовать обстановку, и мы сможем провести следующее заседание в традиционном формате. Мемлекет басшысының атап өтуінше пандемия және онымен байланысты іс-шаралар жаһандану процесін үзіп, әлемдік шаруашылық тәртіптің құрылымын өзгертті. Әлемнің ірі экономикалар арасындағы сауда-экономикалық жанжалдар күрделі жағдайда шиеленістіре түсуде. Непростая ситуация усложняется торгово-экономическими конфликтами между крупными экономиками мира, и таким образом мировое сообщество сталкивается с новыми, более сложными вызовами и задачами. Очевидно, что пандемия вскрыла уязвимые стороны систем здравоохранения и экономик на глобальном и страновом уровнях. С другой стороны, она придала импульс интенсивному развитию отдельных отраслей экономики, фармацевтической промышленности, сферы медицинских услуг, биоинженерных и цифровых технологий. В этих новых условиях мы должны найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как преодолеть последствия экономического кризиса и выйти на путь восстановления и развития экономики. Поэтому предлагаю уделить особое внимание следующим вопросам. Первое. По случаю председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в моем послании определены 5 приоритетов в развитии нашей интеграции. Они тесно взаимосвязаны с целями и задачами стратегии развития экономической интеграции и отвечают сегодняшним реалиям. Мы начали реализацию первого стратегического документа в истории нашего Союза. Стратегия определила приоритеты интеграции и взаимодействия практически во всех отраслях экономики и международного сотрудничества на среднесрочную перспективу. Поэтому важно обеспечить качественную и оперативную реализацию стратегии развития Союза. Это, конечно, зависит от нас самих. Отырыс барысында Қасым-Жомарт Тоқаев әлемді абдыратқан індет маусымдық сипатқа ие болып бара жатқандығын алға тартты. С февраля этого года в Республике Казахстан активно ведется вакцинация населения российским препаратом «Спутник Ви». Благодаря содействию России производство данного препарата налажено в нашей стране. Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях. Параллельно мы разработали отечественную вакцину «Казвак». Таким образом, Казахстан стал одной из 10 стран, имеющих собственную вакцину. Проведенные клинические исследования доказали ее эффективность и безопасность. Вместе с тем, по всем прогнозам, заболевание ковидом приобретает сезонный характер. Очевидно, что залогом успеха в борьбе с вирусом является иммунизация граждан. Считаем крайне важным продолжение сотрудничества и взаимодействия в данной сфере. Сондай Қазақстан президенті Евразиялық экономикалық одақ аясында кедергі болып отырған бірқатар проблемаларды атап, оларды жоюдың маңыздылығын тілге тиек етті. Нам необходимо решить наболевшую, можно сказать, проблему барьеров во взаимной торговле. В период локдаунов их количество возросло. Есть опасения, что по мере восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе. Данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений, ограничивают потенциал роста и развития Союза. Казахстан уверен, как и остальные страны-члены Союза, выступает за создание равных и недискриминационных условий для всех участников рынка. Борьба комиссии с барьерами носит непрекращающийся характер, но особо эффективной эту борьбу не назовешь. Это борьба с последствиями решений, принятых на национальном
уровне. Считаю, что более превентивную, если можно так выразиться, просоюзную позицию должны выражать министерства, ответственные за экономическую интеграцию. Выражать и отстаивать еще на этапе разработки соответствующих нормативно-правовых актов, которыми эти барьеры и ограничения вводятся. Нам также следует задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров и соответствия внутренних нормативно-правовых актов праву Союза. Здесь также велика роль членов Совета комиссии, вице-премьеров правительств. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің құрметті төрағасы Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің жасыл экономика саласында тәжірибе алмасуға шақырды. Сондай-ақ елбасы одақтың жұмысын жандандырар бір қатар ұсыныс жасады. Первое. Социальная инфраструктура. В ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий. Второе. Продовольственная безопасность, агропромышленная политика. Важно ускорить кооперацию в этом направлении, исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве. Внешние связи. Реализовать, как мы раньше говорили на наших заседаниях, торговый мост между рынками европейской и азиатской части. Шанхайскую организацию подключить надо. Весь мир сейчас занимается зеленой экономикой, и нам надо активно обмениваться опытом по созданию ветровых и солнечных электростанций в наших странах. Нужно продолжить работу по устранению взаимных барьеров, исполнению взятых на себя обязательств. Уверен, наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересами других государств, заключая торговые соглашения. Только с надежными, проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность, независимость наших стран. У нас общие традиции, географически близкие территории. За время своего существования Евразес подтвердил, что, несмотря на все трудности, члены Союза являются именно такими партнерами, находящими взаимовыгодные компромиссы в самых жестких условиях, эффективно помогающие друг другу. Сегодня в этих условиях нам требуется еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание. Я желаю всем нам успешного преодоления кризисной ситуации и дальнейшее укрепление нашего объединения. Өрт салдарынан жан тапсырған 26 баланың 13-і ата-ананың қарауынсыз қалған. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин халық алдында есеп беру барысында осындай мәлімет келтірді. 2020 жылы төтенше жағдайлар саны 7%-ға азайып, 13.985 адам құтқарылды. Төтенше жағдайлар бөлімшелері 71.724 рет көмекке шығып, 19.000 адамды қауіпті аймақтан эвакуациялады. Оның ішінде 4.089 зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Өкінішке қарай, төтенше жағдайлар мен дүлей апаттарда адам шығынында болды. Дегенмен, өлім-жітім көрсеткіші 24%-ға төмендеді. Нақтырақ айтсақ, 431 адам қаза тауып, 1250 адам зардап шекті. Материалдық шығын 5 миллиард теңгеден асты. Шығын көлемі 47,4%-ға артқан. Анализируя рост пожаров. Жалпы биыл өрттен 29 бала тапқан, оның 13-і ересектердің қарауынсыз қалған. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмауға шақырамын. Өскелең ұрпақтың амандығы үшін қоғамдық қозғалыстар мен үкіметтік емес ұйымдарды көп балалы отбасындағы балалардың бос уақытын ұйымдастырумен айналысуға шақырғым келеді. Сондай-ақ ол соңғы жылдары жылыту маусымы кезінде балалардың өлімі жиі тіркеліп жатқандығын еске салды. Из-за принятых карантинных мер. Қабылданған карантиндік шараларға атап айтқанда балабақшалар мен мектеп мекемелерінің қызметін шектеуге байланысты балалардың көбі үйде және көбінесе ересектердің қарауынсыз болды. Биыл Нұр-Сұлтан қаласында 2 бала, Жаңатас қаласында 5 бала және Түркістан облысында 4 бала өлімі тіркелді. Аталған қайғылы жайттардың бәрінде отбасылар әлеуметтік осал санатына жатпайды. Бұрын бұл нормалар биіктігі 10 қабатты және одан жоғарғы ғимараттар көп пәтерлі тұрғын үйлер үшін ғана көзделген болатын.
Тұрғын үйлердің газбен қалай жабдықталғанын бақылау заңнамада қарастырылмаған дейді министр. Республика бойынша 8129 отбасы өрт қауіпсіздігі дұрыс сақталмаған үйлерде тұрып жатыр. Министерство образования, акиматами 2019 жылдан бастап азаматтардың осы санатымен жұмыс істеуге әлеуметтік қорғау, білім беру және полиция органдарын тартып жүрміз. Есепте барлығы 118.959 отбасы бар. Оларды екі қайтар аралап түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. 8129 отбасы өрт қауіпсіздігі дұрыс сақталмайтын ақауы бар үйлерде тұрып жатыр. Бұл туралы әкімдіктерге хабарланған. Соның нәтижесінде биыл әлеуметтік тұрғыда осал топқа жататын үйлерде өрт санын 18 есеге азайттық. Министрдің дерегі бойынша 2019-2020 жылдары халықтың осы санатындағы үйлерде 354 өрт болып, 38 адам қаза тапқан. Оның ішінде 4 көпбалалы отбасы бар. 2020-2021 жылыту маусымында 19 өрт тіркеліп, екінші топтағы мүгедек тұрғын көз жұмған. Жер үйлердегі өрттердің 26% пештің дұрыс орнатылмауынан болады. Министрдің айтуынша, азаматтардың қауіпсіздігі үшін әкімдіктердің көмегімен 25427 үйде өрт датчигі орнатылған. Сол құрылғылардың дер кезінде белгі беруінің арқасында биыл 15 адам аман қалған. Ішінде кәмелетке толмаған 8 бала бар. Батхан Қабылтайұлы, Дәурен Наурызбай, СТВ телеарнасы. Белгілі қазақстандық актер Фархат Абдраимов өмірден озды. Ол Грузияда фильм түсірілімінде қайтыс болды. Актердің туыстары хабарлағанда өлімнің себебі инфаркт салдарынан болған. Фархат Абдраимов Алматыда дүниеге келген. Фара, Қызғылт қоян ертегісі, Рекетер 2, Аға оралу фильмдеріндегі рөлдермен және басқа да картиналармен танымал. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығында Фархат Абдраимовты кинематограф пен қарапайым көрермендер ғана емес, посткеңестік кеңістіктің барлық тұрғындары да жақсы көрді. Жеңіл әзіл, ерекше көрініс пен әзілдер оның көрермендермен әр кездесуін есте қаларлық етті. Фархат Абдраимов кез келген адаммен тез тіл табыса алды. Ал оның қатысуымен түсірілім әрқашан қызықты өтті деп атап өтті мемлекеттік орталықта. Осы жылдың қаңтарында актер 55 жасқа толған болатын. Өткен тәулікте Қазақстанда 2267 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Бұл туралы COVID-19 індетін таратпау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның есебінде айтылған. Осы уақыт ішінде республикада коронавирустан 2892 адам сауығып шықты. Қазіргі таңда елде барлығы 368.748 жағдай расталды. 329.918 адам COVID-19-дан қалпына келді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бір тәулік ішінде Қазақстанда коронавирустық пневмонияның 121 жаңа жағдай анықталды. 113 адам сауығып шықты. 2020 жылдың 1 тамызынан бастап 54503 қазақстандық пневмониямен ауырды. Аурудан 53094 адам емделді. 875 науқас қайтыс болды. Шетел жаңалықтары: Аргентинада айдың соңына дейін локдаун енгізілді. Ел пандемия кезіндегі ең нашар кезеңді бастан өткеруде. Соңғы аптада инфекциялық індет етек жая бастады. Аргентинада ең көп жұқтырғандар 19 мамырда байқалады. Анықталғандардың саны 39600. Сондай-ақ COVID-19 өлімінің тәуліктік көрсеткіші артты. Антирекорд 18 мамырда 744 адам қайтыс болған кезде тіркелді. Карантиндік шаралар аясында билік қажетті тауарларды сатпайтын дүкендер мен мектептерді жабуды бұйырды. Кешкі 6-дан таңғы 6-ға дейін коменданттық сағат енгізілді. Quedarán suspendidas las actividades sociales. Әлеуметтік экономикалық білім беру, діни және спорттық іс-шаралар тоқтатылды. Негізгі тауарлары бар дүкендер ашылады. Сонымен қатар азық-түлік сатуға және жеткізуге болады. Адамдарға дүкенге және серуендеуге баруға рұқсат етіледі, бірақ сіз үйден кете алмайсыз. Тек рұқсат берілгендер ғана жұмысқа бара алады. Елде халықты вакцинациялау қарқынды жүргізілуде. Әзірге Аргентинаның 45 миллион тұрғынының ішінен 2 миллионнан астам адам коронавирусқа толықтай егілген. Вакцинаның бір дозасын 8 миллионнан астам адам алған. Күн сайын 120 мыңға дейін тест өткізіледі. Мүмкіндігінше жұқтырған адамдарды анықтау және оқшаулау үшін 300 немесе тіпті 500 мың жүргізу керек. Әрине біз AstraZeneca'ның 5 миллион вакцинасын жеткізуді күтеміз. Аргентинада барлығы 3,5 миллионға жуық COVID-19 жағдай анықталды. 72 мың адам қайтыс болды. Жамбасына шаққанда жұқтырғандар саны бойынша ел Бразилиядан озып кетті.
Израиль мен Хамас бітімге келді. Келісімге Мысырдың делдалдығымен қол қойылды. Ол 21 мамырдан бастап күшіне енеді. Бейсенбі күні түнде Палестина зымырандары Израиль қалаларына қарай ұшуды жалғастырды. Ал Израиль авиациясы Газа секторын басқаратын Хамас тобының нысандарына әуе шабуылдарын жасады. Екі тарап келісімді ұстануды жоспарлап отыр дейді. Сонымен бірге Египет шарттың орындалуын бақылау үшін екі делегация жіберетіндігін мәлімдеді. Әлемдік көшбасшылар атысты тоқтатуды әлемдік желілердегі хабарламалармен қарсы алды. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы ресми мәлімдеме жасады. Мен 11 күндік қантөгістен кейін Газа мен Израиль арасындағы атысты тоқтатуды құптаймын. Зорлық зомбылық құрбандары мен олардың жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Сондай-ақ Египет пен Катарға Біріккен ұлттар ұйымымен тығыз ынтымақтастықта Газа мен Израильде тыныштықты қалпына келтіруге көмектескен күш-жігері үшін алғыс айтамын және барлық тараптарды атысты тоқтатуға шақырамын. Палестиналықтар ондаған өлім туралы айтады, алайда бұл ақпаратты растау мүмкін емес. Израиль 12 адам қаза тауып, жүздеген адам жараланған туралы хабарлайды. Сонымен бірге ол әскери операциялар кезінде кем дегенде 160 Хамас содырын жойғанын растады. Жанжал 10 мамырда басталған болатын. Ел жаңалықтарына оралса, клиенттің үйіне дейін дайын құжаттарды жеткізу қызметі жергілікті халықтың уақытын үнемдеуіне үлкен көмек. Мұндай оймен Алматыдағы халыққа қызмет көрсету бөлімінің аудандық басшысы бөлісті. Еске салайық, Алматыда 16 мамырдан бастап 144 қызметті қамтыған жоба іске қосылды. Әзірге пилоттық негізде жұмысын бастаған жобаны азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы қолға алып отыр. Әрине қызмет ақылы, бірақ клиенттеріміздің мемлекеттік қызметтерді алу барысын жеңілдетіп, олардың қаржысы мен уақытын айтарлықтай үнемдейді дейді Алмагүл Адағарова. Мысалы, клиентке дайын құжаттар дайын болды деген SMS хабарлама келеді. Сол SMS хабарлама арқылы арнайы жаңағы келгеннен кейін арнайы нұсқаулық пайда болады. Сол нұсқаулықты басу арқылы клиент өзінің қызмет алушы өзінің тапсырысын береді. Егер оған жұмысына не болмаса үйіне дейін жеткізіп беру сервисі қажет болған жағдайда, жаңағы сол арнайы нұсқаулық арқылы пошаговый заявка береді. Оплатасын электрондық түрде төлейді. Оплатаның төлеу уақыты қазіргі уақытта бір шамамен алған кезде 1000 теңгенің көлемінде болып тұр. Құжаттарды жеткізу бойынша пилоттық жоба бір ай бұрын астаналық халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірінде іске қосылған болатын. Ол жерде серіктес курьерлік қызмет арқылы 50-ден астам құжат жеткізіліпті. Сондай-ақ жоба аясында автокөліктердің мемлекеттік нөмірлері мен дайын техпаспорттарды үйге жеткізу сервисі де қосылып отыр. Елімізде еңбек нарығында білікті, бәсекеге қабілетті маман даярлау мәселесі маңызды міндеттердің бірі. Осы мақсатта бірқатар кәсіптік білім ордаларында дуалды оқыту жүйесі жүйелі енгізілді. Бүгінгі таңда сол жобаның жемісті нәтижесін көріп келеміз. Аталмыш бағыттың мүмкіндіктері жайлы келесі бейнематериалда. 2014 жылы тігінші мамандығы бойынша дуалды оқыту жүйесімен маман даярлауды мақсат еткен Алматыдағы сән және дизайн колледжі қазір аталған салада салмақты рөлге ие. Мұнда студенттер өндіріске ертерек араласып, жұмысқа орналасуына, білікті кадрға айналуына үлкен мүмкіндік жасалады дейді оқу орны ұстаздары. Ең біріншіден олар тәжірибе алып жүрген кезде де олар ары қарай сол жерде еңбек ақысын алады. Ол біріншіден студенттерге тиімді, екіншіден мотивация береді. Сондықтан да олар көбінесе сол жерде жұмысқа орналасып қалып жатады. Оның үстіне сонымен қатар біздің өзіміз мұғалімдер, ұстаздар, шеберлер де сол жерде өндіріс орындарында біз тәжірибе алып жүреміз. Өйткені жаңа жабдықтар, жаңа автоматтандырылған жабдықтармен біз үйреніп, оны шәкірттерімізге үйретеміз. Жалпы 74 жылдық тарихы бар оқу қабырғасында 900-ден аса студент оқиды. Оларға тігін өндірісі және киімді үлгілеу, шаштараз өнері және сәндік косметика, тамақтандыруды ұйымдастыру сынды 3 мамандық бойынша білім беріледі. Әсіресе дуалды оқыту бойынша 100-ден аса ұстаз білімгерлерінің нағыз маман иесі атануына күш салады. Жыл сайын тігінші мамандығы бойынша және аспаз мамандығы бойынша студенттерді қабылдаймыз. Оқушылар 10 ай оқиды студенттер, білікті маман болып шығады. О жерде жаңағы 60-та 40 деген пайызбен оқиды. Ол 60% жаңа өндіріс орында болады, 20% теориялық сабақтар болады осы жерде. Өндіріс орындарымен өте тығыз жақсы байланыстамыз. Балалар, жаңа біздің студенттеріміз 10 айдың ішінде тек қана мамандықтың
мемлекеттік үлгіде дипломын алып шығады. Оқу қабырғасында сондай-ақ осы жылы білім беру бағытында тағы бір қуаныш орын алып отыр. Жас маман мемлекеттік бағдарламасының қатысушысы атанды. Әрине бұл жаңалық студенттердің де білімге деген құштарлығын аша түскендей. Себебі алдағы уақытта заман талабына сай жаңа техникалармен жабдықталса, өз ісіміздің үлкен мамандарына айналатынымыз сөзсіз дейді олар. Біздің машиналар, көптеген құралдарымыз жаңарып жатыр, себебі тігіншілерге бұл өте көптеген пайдасын тигізеді. Алдағы уақытта жұмыстың сапалы шығуы, жұмыстың әдемі шығуы, ол әрине тігін машинасына байланысты. Сол үшін мен бұл жобаны қолдаймын және өте қуаныштымын. Жаңағы жабдықтар, машинкалар өте үлкен әсерін тигізіп жатыр. Себебі біз жаңағыдай өндірістік оқу, жаңағыдай практикаға барған кезде еш қиындықсыз бірден жұмысқа кірісіп жатырмыз. Бәріне тез үйреніп кетіп жатырмыз. Білім шаңырағы соңғы жылдары өз ғимаратын кеңейту мақсатында қосымша жаңа құрылысты да аяғына жеткізген. Жаңа технология толықтай сол ғимаратта орналасады. Осылайша келер оқу жылымызда ерекше серпінмен бастаймыз ба деген үмітте. Алматы облысында бүгін мәдениет және өнер қызметкерлері төл мерекелерін атап өтті. Сахнаның сәнін келтіріп жүрген сала мамандары құрметіне Талдықорғанда салтанатты шара ұйымдастырылды. Жыл бойына талмай еңбек еткен 40-тан аса қызметкерге арнайы марапатта табысталды. Мәдениет елдің мәйегі, еңсесін биік ететінде осы мұра, театр, ән, би, кітапхана, мұражай, қай-қайсысын алсаңдар руханият діңгегі. Тұтқасын ұстаған түрлі сала өкілдеріне көрсетілетін құрмет ерекше. Әдетте көрерменге қызмет ететін саф өнер саңлақтары қадірменді қонақ болып жайғасты. Мәдениет пен өнерге өмірлерін арнаған халқалы топты алдымен облыс әкімі құттықтады. Амандық Баталов өңірде мәдениетті дамытуға жасалып жатқан жұмыстарды таныстырды. Мәдениет саласына 2025 жылы облыстық бюджеттен 110 миллиард теңге бөлінді. Бүгінгі таңда Алматы облысында архивтер мен мәдениет мекемелерінің саны 585 нысанды құрап отыр. Халық мұрасын насихаттауда әрдайым еңбектеріңіз жана берсін. Отбасыларыңыз аман есен болып, жақсылық, қуаныштар еселене берсін. Мерекелі кеште 11 жетісулықтың кеудесі медальмен жарқырай кетті. Әр аудан қаладан келген кітапхана меңгерушісінен бастап театр жетекшісі, режиссер, әнші бишілерге мәдениет саласының үздік төс белгісі тағылды. Жылғы жылы 30 жылдан астам еңбегімнің бағаланып дегендей мәдениет саласының үздігі деген төс белгімен міне марапатталып отырмын. Барлық осы салада осыны ұсынып, осындай мені еңбегімді бағалап жатқан барлық әріптестеріме бүкіліне алғысымды айтам. Бұл жалғыз менің емес, Талғар ауданының барлық мәдениет саласының еңбеккерлерінің осы бүгінгі марапаты деп есептеуге болады деп ойлаймын. Сондай-ақ сала саңлақтары мәдениет министрлігінің құрмет грамотасы мен алғыс хатын алды. Төл мереке күнінде дәстүрлі бір үрдіс бар. Ол түрлі сала өкілдерінің жыл бойғы жұмыстарын саралап озықтарына үздік деген жүлде табысталады. Бүгінде сол рәсім жасалды. 14 номинация бойынша, яғни үздік дәстүрлі әнші, үздік биші, үздік үлгілі ұжым сынды аталымдарда өз жеңімпаздарын тапты. Осылайша жыл бойы көрерменге қызмет еткен өнерлі жандар жайбарақат отырып, концерт тамашалап, тынығып қайтты. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.